Мен Карима ханымның жаңа 70 мың теңге берілсін деген заңын қолдаймын. Және өзім 8 баланың анасымын. 70 мың берілсін осы сәуірден бастап, немесе шілде айынан бастап. 20 мың теңге деген жетпейді әр балаға, бұлардың киімі бар, тамақ ішетіні бар. Өкімет үшін туып жатсыңдар ма деп кейбіреулер жазып жатыр ғой. Өкімет үшін туып жатқан жоқ, өзіміз үшін туып жатыр. Шошқа мен итке де ақша бөлініп жатыр дейді ғой. Шошқа мен итке бөлінген ақша неғып біздің балаларымызға бөлінбейді, бөліну керек. Өткенде видеолар жіберілді ғой, қазба байлықтар Қытайға кетіп жатыр деп, соның бәрі кән. Халыққа есеп берсін өкіметтегілер, бере ала ма, бере алмай ма олар, ол жағын білмейміз енді. Әр балаға 70 мың теңге берілсін. Шымкенттер нелерін барындар дейді. Айтқанға сенбейсіңдер, мініп көріңдер. Карим айналай, тыңдашы. Қазір Сәрсен Абайұлы төтенше жағдайлар мәселесі бойынша жиналыста отыр. Білесіздер, қазір қай жерде төтенше жағдайлар қанша облыстарда үйлерді су басып алып жатыр, ауылдарды су, көшелерді су басып, даже аэропортты су басып жатыр. Жиналып кетті. О жа байлар айтпақ қой, байы бар ба, байы жоқ па, не ма қойып. Не сұрақ ол? Анау Ренат айтқан ашыққан халықпен не амаңыздар. Бәрі аш. Негізде, бұжа түсінемді, мынау мекемеде үйреніп қалған шығарсыздар, может, бір концерт келген кезде, или бір өздерін жиналыстар болатын кезде де. Бізде қазір айелдің неші зардабы бар ғой, біз көше шығып, мәдениет түрінде, мәдениет сарайда отырдық, положында. Сен не болып жатыр? Айттып, саған не болып жатырыпшы? Көшедегі басқаша болады. Мына басқаша мәдениет түрде, солай, понимаете, түсінсіздер ме? 3 айда бір, 6 айда бір, или жылына бір хотя бы ше, отчет береді ғой, әкім өңшең өтірік мақтайтындарын бәрін жинап алып, кімге отчет береді? Сондай кезде бізді жинап алып, міне осындай деп отчетін берсін. Кім риза болды мен тірлігіме, кім риза болған жоқ, сол жерде халық айтсын, жылына бір рет сондай жиын өзі ұйымдастырып тұру керек, саналы. Қиын емес қой, қиын. Неге біз жалынып жүгіріп жүру керекпіз бүйтіп? Шын біз астаналарда өздерінің жаны жоқ халық деп айтыңыздаршы. Сізде де халық басқарып отыр, ел басқарып отыр, дұрыс па? Біздің сөйлеспесе, біздің әңгімеспесе, біз жоқ. Қанешім бұл жерде? Біз мыңдап қалып, ақоты мәдениет түрде бүйтіп жиналып, сарайың ішін өстаз өмір бір айтып кедім. 30 күні мақұл ұрсат жоқ деп, жарайды, кезістік ұрсат жоқ. Неге жаңа бейбіт жиынға сырттан естегенге. Мына мәдениет сарайын сұрап тұрып, спикерлікке әкімнің өзі келсін, Совездің басшылар келсін. Депутаттар бар. Әкім сайланғалы әлі шығып халықпен бір тілдескен жоқ қой. Қаншама тілдестің сөйтіп. Ой, біз көрген жоқпыз тілдескенін. Өтірік әкеп әдемі сөйлейтіндерді жинап қояды, ағай. Именно проблеманы айтып, Шымкентті таныстыратын ағайын кіммен қазірде әкім дала көшеде жүр. Біздің әкім жаңбырда көшеде жүр. Көшеде қазір халықпен кездесіп жатыр. Аяқта кездесіп жатыр, әкім барайықшы өзіміз. Болады ма? Айдос ағай көрдіңіз, я? Нет жаңағы ноябрьдің 26-сынан бар, 13-не болды, короче, ненің декабрдің 27-сіне дейін болды да, несіше қабылдауы. Ең соңында келдік, төбеде қабылдап отыр екен. Мынаяқта жаңағы гараносы, Совез ананосы қабылдап отыр екен да, әкім түскен жоқ, біз көрген жоқпыз, біз қабылдаған жоқ. Не үшін жазып алады бізді? Списке қарай қайдырып өтсе, ойбай жоқ, онды болып білсін. Пәленшейва ма? Ойбай, нет, ее нет, мынау ма? Бұл кіре берсін. Таңдайды. Астындағылар әкімге кім жолғу керек, кім жолғау керек, солар таңдайды. Кім олар таңдайды? Біз қалай ашуланбаймыз, айтыңыздаршы. Не, мен әкімге кірсем, әкімді атып тастайын ба не? Боқтайын ба? Біз жауап бермейміз, поэтому сол. Соны контролер етіп керек. Сайына жиналыс ұйымдастырып беріңіздер депші. Совездің представителері болсын, заматын болсын. Спикерге әкімнің өзі де келсін, Сыдықбеков әкім. Қабылдап отыр дейсіздер. Мына жаққа келсе де артықшылық қылмайды. Бір рет артық қабылдап қойса не болыпты? Жауап берсін. Қабылдап атыр дейді ғой, 30 адамды, 300 адам мына жерге сия ма? 300 адам ол жерге сия ма? Симайды. Астананың аналары сенаттарға кіріп ата, сенат депутаттарына ешкімге демей кіргізіп, без проблем да. Сенат депутаттары шығып жатыр халықпен сөйлесуге. Неғып әкім шықпайды халықпен сөйлесуге? Шымкент қаласының аналары,
сіздерге үндеу, ертең көктеу болып келейік. Осы 70-нің тағайындалам дегенше, зорлық-зомбылық заңын алып тастайын дегенше, және баспаналы болам дегенше талаптарымызды тоқтатпайық. Өз хақымызды талап етейік. Газетаны жақытында 20 мыңнан берем, 40 мыңнан берем деп саудаласамыз, онда біз де саудаласамыз, өзде ескертілген. Біз 70 мың, 20 мың, 40 мың демейміз, ақыры 140 мың деп неғыламыз, ақыры осылай мәжбүрледі ғой бізді. Есік қағып бәріне жандыруға мәжбүрледі ғой. Біз 140 мыңнан талап етеміз. 70 мың деген әңгіме жоқ, енді 140 мыңнан берсін. Аналар, неге шығыңыздар, ертең осылай жиналайық, бейбіт жиын, ешқандай митинг емес. Астананың аналары да сенатқа дейін барып жатыр. Сенаттарға дейін есікті ашып отыр. Сол себепті ештеңеден қорықпаңыздар, біздің неміздің бәрі бейбіт. Ешқандай митинг емес. Аналар өте мәдениетті, ешкім дауыс көтеріп сөйлемейді. Шер шашпаймыз. Иә, бірге түсіп қаласыздар. Хан, аға. Түсіпті ма? Біз түсіреміз. Қазір қыздар міне ер азаматтармен бірге. Арман аға. Фото ма? Жоқ, сіздер де сөйлесеңіздерші, біз аналарға шығыңдар. Аналар үшін тұрып береміз еркектер деп айтсаңыздаршы, аналар шығады ғой сосын. Шықпайды емес. Рахмет ер азаматтардың қолдап атқанына. Ойлаймызда осы жігіт болып өмір келген соң, бала шаға, әйелдерге осындай кезде бір тірек болып тұрмасақ болды, мен білмеймін өмірге неше келгендер. Ағайындар Шымкенттің, мен басқа ары айтпақ қойын. Шымкенттің аналарға жігіттер көмектесейік. 70 мың аяқ неме қиын емес. Шошқаға, итке, бәрі шыққандар жұмсалып жатыр. Біздің балалар алып келеді 465 теңге. Намыстан болса, келіп қосыңдар біз үйімізге, бұл үйіміз бізді әр балаға, әр болғаннан басқа. Бейбіт талап. 18 жасқа 70 мың беру деген ол қиын емес. Біздің бай мемлекетте өмір сүріп отырған кезде. Иә. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, құрметті отандастар. Жалпы бір нәрсені түсінуіміз керек. Біз бұл жердегі менің айтқым келіп жатқаны, осы елдің азаматы ретінде, Шымкент қаласының тұрғыны ретінде мен аналарды әрқашан қолдаймын, және де бұл аналарымыздың қойып отқан талабы өте орынды. Себебі біздегі 3-ші бап биліктің жалғыз өзі халық деген, және де 27-ші бап ана мен баланың құқығы сақталу керек, және ана мен бала тікелей мемлекеттің қарамағында, қорғауында деген оның құқығы. Иә, осы баптарды ескере отырып, нақты аналар өзінің талабын қоя алады, және билік былайша айтқан кезде ашық диалогқа келуі тиіс. Мен қолдаймын, әрқашан аналарымыз өз мақсаттарына жетсін, ешқандай қиналмай, күліп, өздерінің жасаған еңбектеріне сәйкес зейнеттерін көрсін, балалар ауырмасын. Сол үшін менің айтарым, жаңа шошқаның өзіне 6 миллиард бөлініп жатыр. Жыл сайын жаңағыда жаңа жылға қанша ақша бөлініп жатыр. Ерікті ауыстырамыз деп жатыр, қанша триллион ақша кетеді. Ондай бос ақшаны ауаға жібергенше, бір ғана Қазақстанда 35,5% бір жастан 18 жасқа дейінгі жастар бар, яғни балалар бар. Сол 6,5 миллион баланың жақсы өмір сүруін, сапалы өмір сүруін қамтамасыз ете алмау бұл расымен де ұят тірлік. Сол үшін де мен айтарым, мемлекет өзінің балалары мен аналарының жағдайын жасауға міндетті. Құрметті аналар, біз әрқашан қолдауға дайынбыз. Бейбіт талап етейік, әрқайсыңыз өздеріңіздің бала шағаларыңыздың болашағы үшін, отбасыларыңыздың мүддесі үшін ертең бейбіт жиынға келіңіздер. Дұрыс айтасыздар, құқық жалпы мынандай ғой. Сіздің өз талабыңызды қоя алатын құқығыңыз бар. Бұл сіздің конституциялық құқығыңыз, ешқандай да нәрсе емес, барлығы заң аясында. Сол үшін де аналардың сапына қосылып қолдаңыздар. Жалпы біз ер азамат ретінде мүмкіндігімізше қолдау білдіруге және ойымызды білдіруге және жеткізуге үнімізді дайынбыз. Қазақстанға өзгеріс әкелетін болса, өзгеріс әкелетіндердің бірі осы. Бір қолмен бесікті, екінші қолмен әлемді тербеткен аналар, қатындар ақ көреді өзгерісті. Алға! Әр балаға 70 мың! 140 мың! Әр балаға 140 мың берілсін. Талап етеміз.